сіздерме құрметті әріптестер. Менің есімім Жаркент жоғары гуманитарлық жоғары педагогикалық колледжінің қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің оқытушысы, арнайы пәні оқытушысы Қожабергенова Арыскүл Тұрғанқызы. Бүгін мен 2-ші курс студенттеріне балалар әдебиеті пәні бойынша айтыс ғасырлар жемісі ұлттық құндылық атты сабағымды ұсынғалы отырмын. Көріп тамашалаңыздар. Сәлеметсіңдер ме, студенттер? Білімге құштар жастардың армандары асқаршың, жең алады қашанда, кездессе де деп ақын өз өлеңін жолдап отыр. Осы ақын айтқандай, біздің колледжіміздің оқытушылары сендерге сенеді. Сендер біздің болашағымызсыңдар. Сендердің биік шыңдарға шығатындарыңа, талмай қанаттарың талмай жақсы маман болып шығатындарыңа біз сенеміз. Сондықтан мен де сендерге сеніп, бүгінгі сабағымызды жақсы ат салысып, жоғарғы деңгейде өтеді деп ойлаймын. Алдымен студенттер, біз топқа бөлініп алайық. Мына столдың үстінде 1-ден 4 санына дейін қағаз қиындылары тұр. Сол сандар бойынша алып топқа бөлінейік. Ақырын келіп ала бойында. Студенттер, сендердің алдарыңа осы сабағымыз бойынша бағалау парақтары таратылып берілді. Ескертіп қояйын, әр жауап бергендерің бойынша сол бағалау парағындағы тапсырмалар бойынша өздеріне бал қойып отырыңдар. Ол жерде 5 сұрақтық балдық жүйе көрсетілген. Соңында сол барлық бағаларыңды қосып, сол 5 санға бөліп, бағаларын өздерін шығарып отырыңдар, жарай ма? Ал мен ескертіп қояйын. Жақсы. Ал енді студенттер, барлығымыз назарымызды тақтаға аударайық. Үйге берілген тапсырма мынандай болатын балалар. Миға шабуыл әдісі бойынша мен сендерге мына сұрақтарды тастайын. Бұрынғы айтыс пен қазіргі айтыстың айырмашылығы қандай екен, студенттер? Өте жақсы дайындалып келіңдер. Шешендік, ұштасқан тіл, діл, ұлт мектебі өткірлік баспалдағы. Осы қасиеттің барлығын бойында сақтап, ғасырдан ғасырға, заманнан заманға өзгермей өту мүмкін емес. Уақыт табы қоғам көзқарасының бедері айтысқа сынып көрініске айналған. Сондықтан да бұрынғы айтыс пен қазіргі айтыстың айырмашылығы жер мен көктей десек те қателеспеген болар еді. Уақытында халық ерекше деп бағалаған Жамбыл мен Құлманбеттен, Біржан мен Сарадан, Кемпірбай мен Шөжеден қалған ерекше айтыс үлгілері бүгінде ескерткішке айналған. Өте жақсы жауап бердің. Өте жақсы. Әмина, енді осы айтыс бойынша өзіңнің білген ойыңды ортаға сала қой. Біржанның мәрттігі, Сараның сөзге тоқтаған тектілігі секілді қасиеттер сол ескерткіште тұр. Оны көкірегінің көзі, санасының саңлауы барлар ғана аңғаратын. Арнайы бұрылып іздегендер ғана табарлықтай болып қалған. Қазақ сол баяғы айтыс өнеріне өлердей ғашық, қалтқысыз құрметпен, ардақтаумен, айтыс ақындарын әлпештеумен өсірді. Айтыс сөз мектебі ғана емес, ол ұлттық мінез брендіне тән сипатта болатын адалдық, табиғилық иісі аңқып тұратын. Жанкүйер көрермен айтыстың шаршы алаңында қара терге түскен ақын үшін тақын қысып бірге күйіп пісетін. Қыз келіншектен, иба жігіттерден ірлік пен өрелік көріп тәнті болатын. Анайып дөкір сөз айтып қалған ақынды сол мезетте ақ үнсіз қабағымен жасқап жіберетін патша көңілді көрермен. Өте жақсы. Тағы толықтырып, өте жақсы. Енді тапқырлар тобынан қыздар кім айтып жүреді? Ал толғанай өз ойыңды айта ғой. Бүгінгі айтыс жаңа заманның жаңаша айтысы. Мінездің де, тілдің де, талғамы да ерекше. Екпіні дауыл, күші жойқын. Шабыттық жылдамдықтардан төгілетін даңғыладан өсіп шықты. Естіп отырғандарын қортып сіңіруге үлгермей, өң мен түстің арасында жүргендей тыңдаған жоқ. Екі ақын көп жиын алдында сөз жасайды. Айтыстың өзген өлеңдерін айырмашылығы суырып салмайтын болса, тен сандырдан да содай жаңашыл шығарған ауызша өлең. Кей қазақ айтысына кездесетін білім тала сияқты жұмбақ пен ой тартыстар болады. Өте жақсы, қанағаттанарлық жақсы жауап беріп отыра ғой. Енді тақтаға назар аударайық, студенттер. Екінші сауалға қарайық. Айтыс өнерінің тәрбиелік мәні қандай екен балалар? Өте жақсы. Ал Анелден сұрап көрейік. Айтыс өнерінің жас жеткіншектерге эстетикалық тәрбие беруде, олардың бойына адамгершілік сезімді қалыптастырып, рухани дамуына зор ықпал етуі сөзсіз. Және де айтыс өнерін музыкалық шығармалармен ұштастыра отырып оқушыларға біз көптеген
жақсы нелерді тақпақтарды ойын зерек жеткізуді үйрете аламыз. Өте жақсы. Отыра ғой. Тағы толықтырасың ба? Болады. Зейінділер тобының арай жалғастырсын. Жас ұрпаққа эстетикалық тәрбие беру жүйесінің жолдары көп. Себебі адам сезімін тәрбиелеу мәселесі көп жақты факторлармен шешім табады. Соның ішінде өнер басты рөл атқарады. Өнер арқылы адам өзінің шынайы көңіл күйін білдіреді. Рухани жан дүниесін эстетикалық талап тұрғысынан тәрбиелейді. Жастарымыздың бойына адамгершілік, ізгілік қасиеттерді кеңінен дамыту үшін осындай ұлттық өнер насихаттап, жас таланттарды шығаруымыз керек. Өте жақсы. Тағы зерек тобынан ал Жанель. Жастарымызды жігерлендіріп, өнерге деген қызбалығын арттырып, халық тәрбиесінде өзіндік орын алатын ерекше құдіретті өнердің бірі айтыс. Айтыс арқылы жас ұрпақтың бойында адамгершіліктің асыл қасиеттері ар-ұят, ождан сақтау, сыпайылықты, үлкенді сыйлап, кішіні құрметтеуді, елін, жерін, халқын сүюді, жолдастықты уағыздай отырып, осы айтылған тамаша қасиеттерге қарама-қарсы адамды азыратын өтірік, мақташа, тағы да басқа әдет, жат мінездер сынылады. Яғни, тыңдаушы қоғамның рухани ой өрісін кеңейту, дүниесін байыту, адамгершілік эстетикалық көзқарасын, талғамын дұрыс қалыптастыруда айтыстың маңызы өте зор. Өте жақсы. Қоса кетсем болады. Тапқырлар тобынан Арайлым. Айтыс өнерінің киелі жақтарын этнопедагогика саласына кеңінен кіргізсе, жас жеткіншектерге жан-жақты дұрыс тәлім тәрбиемен мінез-құлық мәселелерін барынша қанық етіп тәрбиелеу керек. Ұлттық өнердің киелі жақтарын мектептер мен оқу орындарына кеңінен кіргізсе, біз жетістікке ғана жетеміз. Өйткені осы өнер жас жеткіншектерді шебер сөйлеумен қатар тапқырлыққа, білімділікке, адамгершілікке тәрбиелейді. Оқушылардың ой өрісін кеңейтіп, рухани дүниесін, эстетикалық сезімін байытады. Халқымыздың маңдайына біткен өнерін өшіріп алмай, келер ұрпаққа жеткізе білейік. Өте жақсы. Отыра ғой. Ал енді студенттер тақтаға назар аударайық. Үшінші сұрақ. Айтыс түрлерін атап көрейікші. Қандай айтыс түрлері бар екен? Диана, зейінділер тобынан. Айтыс халық ауыз әдебиетінің ең молда ерекше саласы. Айтыс сапасы жағынан да, саны жағынан да ерекше орын алады. Айтыс қазақ ауыз әдебиетінің ең молда ерекше саласы болғандықтан айтыстың бірнеше түрлері бар. Өте жақсы. Айтыстың түрлерін айтсам болады. Түрлерін айтам дейсің ба? Өте жақсы. Ал түрлерін айтып жүрші. Қандай айтыстың түрлері бар екен? Айтыстың мынадай түрлері бар. Бәдік айтысы, жар айтысы, жануар мен адам айтысы. Ал Талғат, Талғат қосылып кете ғой. Сонымен қатар өлім мен тірінің айтысы, жұмбақ айтыс, салт айтыстың екі түрі бар. Қыз бен жігіт айтысы және ақындар айтысы осы күнгі айтыстар. Өте жақсы, жарайсың. Ал енді тақтаға назар аударайық, студенттер. Біздің балалар бағана ескертіп айтып кеттім ғой. Біздің сабағымыздың тақырыбы өзі айтыс ғасырлар жемісі, ұлттық құндылық деген болатынбыз. Негізгі сабағымыздың мақсаты ақындар туралы, айтыс туралы түсінік біліп, беріп, сонымен қатар айтыстың тарихы, мәдениетін білуіміз керек. Ақындардың шығармашылығына талдау жасау болатын біздің негізгі алдыға қойған мақсатымыз. Өте жақсы. Ал енді назарларыңды тақтаға аударыңдар. Балалар, біз қазақ халқы өзі ұлтымызды, салт дәстүрімізді өте берік ұстайтын халықпыз ғой. Көңіл жай, дастарханымыз берекелі, құшағымыз кең халықпыз ғой. Солардың бірі біз ұлттық ойындарға тоқталып кетейік. Қазақ халқының ұлттық ойындары өте көп деп саналады. Соның бірі алтын сақа ойынын алып келіп отырмын. Қазір біз балалар, студенттер, алтын сақа әдісі бойынша ойындарын ұйымдастырайық. Мына сақалардың астында балалар сендерге арналған сұрақтар жазылған. Сол сұрақтарды жауап беріп көрейік, жақсы ма? Қай сұрақты ашсақ болады? Бір дашайық дейді. Өте жақсы. Бір айтыс өнер туралы не біледі екенбіз балалар? Өте жақсы. Аймен, тоқтала қойшы. Айтыс қазақтан басқа айтыс халық ауыз әдебиетінің ерекше бір түрі. Айтыс қазақтан басқа арабтың бәдеуилер тайпасында және түрік тілдес елдердің бір қатарында, ал ірі ақындар айтысы Үндістан халықтарында бар. Кейбір зерттеушілер айтыстың алғашқы шығу тегі өте ерте заманнан келе жатқанын айтады. Оның алғашқы шығу тегі өте көне заманнан келе жатыр. Және оның әуелгі элементтері көркем өнердің түрлері саналып, бәрі бір бүтін өнер саналып, бәрі бірігіп,
әні де, өлеңі де, оны шығару да, айту да, орындау да, қимыл бет құбылысы да, тағы да басқалары қоса жүрген дәуірден туса керек деп топшылайды. Айтыстың ескі түр деп саналатын бәдік айтысының негізінде адам баласының табиғатқа әсер ету мақсаты жатса, ал басқа айтыстардың қайсысы ерте, қайсысы кеш туғанын айту қиын. Және мысалы жануарлар айтысына қарағанда өлі мен тірінің айтысы және сол сияқты жұмбақ айтысының анағұрлым кеш туғаны анық деп көрсетеді. Өте жақсы, отыра ғой. Ал енді студенттер, бірінші сұрақты біліп алдық. Енді қай ешқашық болады? Екіні ашайық, өте жақсы. Екіні қараңдар. Салт айтысының негізгі тақырыбы қандай екен? Болады, әлбетте Зере, сөйлей ғой. Тапқырлар тобынан. Баға қойып отырсыңдар ғой, студенттер? Жауап бергендер. Салт айтысының ескі түрі қыз бен жігіт айтысындағы негізгі тақырып жастық көңіл мен өнер сынасу болса, ал ақындар айтысында өнер салыстыру. Сөз сынасудың үстінде әр ақын өз руын дәріптей жыраушылыққа салып отырғанын байқаймыз. Әсіресе бұл 19 ғасырда кеңінен тараған болатын. Осы ғасырда өмір сүрген бірнеше ақындарды атап кететін болсақ, Шөже, Балта, Кемпірбай, Орынбай, Біржан Сара тағы да басқалары. Сонымен қатар олар қысқа шығармаларымен қатар айтысқа түсіп сан алуан сөз таптарын бастарынан кешірген болатын. Және де олардың есімі тарихта осы айтыс өнері арқылы қалған болатын. Сондай-ақ айтыс тек қана біздің қазақ әдебиетінде ғана емес, сонау шығыс елінде де бар. Сондай-ақ айтыс қазақ әдебиетінде ғана өзінің түрін, сапасын сақтап отыр. Өте жақсы, отыра ғой, Зере. Ал енді қайсы яшықта шайық қазір? Үшті шайық. Айтыстың өзіне тән ерекшеліктеріне тоқталып кетейікші. Мен жауап берсем болады ма? Болады, Ермұхамед, айта ғой. Ақындар айтысында жаттама өлеңдер аз болады. Олар өлеңді табан астында шығарады, тосыннан айтысады. Айтыс үстінде талай күтпеген жайлар кездеседі. Айтыстар тақырыбы белгісіз, тосын сұрауларға тап болады. Екі ақын да бірін-бірі тығырыққа қамау үшін, бірін-бірі сүріндіру үшін өмір құбылыстарын жұмбақ етіп те тартады. Соның бәріне ақындар жөпелдеме жауап беруге, дәлел айтуға әзір болу керек. Мұның бәрі ақындардан сөзге жүйріктікті, білгірлікті, тапқырлықты қажетсінумен қатар елдің шежіресін, тарихын, жер жайын, этнографиялық ерекшеліктерін білуді керек етеді. Олай болмаған күнде құр ділмарлықпен ештеңе өндіре алмайды. Сайыста дәрменсіз болып қала береді. Жаттан сөз өрнегін қолдану ақынға абырой әпермейді. Ақындар айтыстың бас кезінде асқақ әуенге басады. Өздерінің мойны озық сөз жүйрігі екенін танытта, қарсылас ақынын тұтқырта, үркіте, кеміте сөйлейді. Әсет пен Ыршан айтысында Ыршан дау айтып күні бұрын көрсетпелік, майданда осса жүйрікке есептелік, орта жүз түгел білген Ыршанмын, үш кесе қауқарым бар, кесірткелік деп Әсетті ықтыра сөз тастайды. Ал Әсет оған айыр көмей жес таңдай қаусырмажақ, алты арысқа білген екенмін деп асқақ жауап қатады. Өте жақсы. Ал Ажар тапқырлар тобынан қосылып Ақындар кетеді. айтысының тағы бір ерекшелігі ойында біреуі жоқ дегендей үлкені де, кішісі де, еркек те, әйел де қатыса береді. Тек таланты болса, бәйгеге түсер шамасы болса болғаны. Майталман ақынның жарыста таныла бастаған балаң ақынмен, ұлғайған ақынның жас қыз, келіншекпен айтысуы, сөзбен серпілесуі шам емес. Сонымен қатар айтысып отырғанда ақынның жеңілгенін мойындау да негізгі шарттардың бірі болып саналады. Сөзге сөз табу, орынды жерде ұтымды сөз айту секілді ақынның жеңілгенін мойындау да жоғары бағаланады. Жеңілгенін біле тұра ақын құр босқа сөзбен төпей беруді қазақ ақындық, дарындық деп танымайды. Мұны қазақ сиыршылау деп атайды. Өте жақсы, өте жақсы. Ал енді соңғы яшыққа де балалар, ашып көрейік. Ой балалар, бұл жерде студенттер ұтып алатын сақамызды ұтып алған екен ғой. Бұл сұраққа кім жауап береді екен? Айтысқа кімдер қатынасады? Ал Мадияр, ал мен Мадиярға мына алтын сақасын ұтып алған беріп қояйық. Ал жауап бере қой. Ауыз әдебиетінің басқа жанрларына қарағанда айтыстың ерекшелігі, оған көптеген әйел ақындар қатысқан. Қазақ ақындар айтысында талантымен танылып, бүкіл елге аты жайылған әйгілі ақындар аз емес. Сара мен Ыршан, Ақбала мен Күнбала, Тоғжан мен Тәбия сияқты ақындар топтан озған жүйріктер. Осындай аяулы өнер иелерін халық қатты ардақтаған. Иә, өте жақсы, отыра ғой. Ал енді студенттер,
назарымызды қайтадан тақтаға аударайық. Қазақ халқының ақсүйек ойыны бар. Бұл ақсүйек ойын негізінде түнге қарай, бесік той, кешке қарай алтыбақан ойнап біткеннен жастардың арасында ойналатын ойындардың бірі екен. Қазір осы ақсүйек әдісі бойынша, ақсүйектердің астында тағы да сұрақтар жасырулы. Соған жауап берейік. Бірінші, баға қойып отырсыңдар ғой өздеріңе, е? Жақсы. Ал бірінші қайсы ұяшықта шайық? Бірді шайық. Айтыс дәстүрдің қандай түріне жатады екен? Айтыста болады, жауап бере ғой. Айтыс әдебиет жанры болғанмен ертеден қалыптасқан халықтық дәстүрдің үлкен түрі. Ойын той, ас қыз ұзату, келін түсіру сияқты қазақ тойлары жүйрік ат, білекті палуандармен бірге айтыс ақындары да қатысып, олар айтыс арқылы той қызығы мен мәртебесін көтере түскен. Әрине мұндай жерде айтыстың өз мақсаты, талап шарттары бар. Көшпелі елдің қызық қуанышын бөлісіп келген айтыс халқымыздың сан алуан ойын той, әртүрлі дәстүрлі думандарды қызықтайтын театр іспеттес болған. Жұрт көпшілік алдында сөз сайысына түскен екі айтыскердің жұрт жеңіске жету жолындағы тапқырлықтары мен алғырлықтарына куә болып, солардың біреуінің намысын жыртып тілеуін тілейтін жанкүйеріне айналды. Бұған айтыстың сауықшылдық, эстетикалық ләззат беретін сипаттары да айтарлықтай қызмет атқарады. Өте жақсы, рахмет, отыра ғой. Өзіңе бағаны қойып отыр, жарай ма, Гүлдана? Келесі қайсы ұяшықта шайық? Екіні шайық, өте жақсы. Екіде, айтыстың дәстүрлі өнерге айналуына не әсер еткен екен? Тағы кім? Ал зеректер тобынан Айлена жауап бере ғой. Аттың жалы түйенің қамында дегендей көп дайындықты керек етпейтін айтыс кез келген жерде өте береді де, мұның тыңдаушысы да, бағасын беріп төрелік айтушысы да халық немесе қадірлі ел ақсақалдары болады. Айтыстың дәстүрлі өнерге айналуына көшпелі өмір салты тікелей әсер еткені байқалады. Көшпелі елде шілдехана, ойын тойға ерекше мән беріліп, қонақ кәдеден бастап кішігірім ауыл айтыстары да өтіп отырған. Бұлар ертеңгі көрнек айтысқа бастайтын дайындық тәрізді бүкіл халықтық сипат алған. Арқалы айтыс ақындары бірін-бірі іздеп келіп айтысатын дәстүрге жалғасты. Бірде-бір үлкен жиын, ас той, ақындар айтысынсыз өтпейтін болды. Бұл дәстүр айтыстың сан алуан мазмұнды, мол ауқымды жанрға ұласуына қолайлы жағдай жасады. Өте жақсы, рахмет, отыра ғой. Ал енді тағы қайсы ұяшықта шайық? Үшта шайық. Ой, керемет балалар. Бұл сұраққа кім жауап береді екен? Айтыстың қандай атақты айтыскерлерін білесіңдер дейді. Бұл жерде 30 бар екен, е? Алдымен 30-ты Ұлбекеге беріп қояйық. Ұлбеке 30-ын құтты болсын. Ал жауап бере ғой сұраққа. Қазақ қоғамында ақынның ақын болып танылуы айтыс арқылы жүзеге асқан. Көбіне көп айтыста жеңілген ақын өткен айтысты ел арасында таратуға міндетті саналған. Сөйтіп, бір-біріне логикалық ой жүйемен терең жұмдасқан. Екі ақынның өлеңдері қиса дастан, біртұтас шындыққа ұясқан. Ақындардың ұғымында өлең белгілі бір кісіге қонатын өнер ретінде саналған. Бұдабай, Бақтыбай, Жанақ, Сүйенбай, Жамбыл тәрізді ақындар өлеңнің кейсі бар, есі бар деп білген. Мысалы, Бұдабай, Бақтыбай, Жанақ тәрізді ақындардың түсінде әулие бір ақсақал кіріп, өлең аласың ба, көген аласың ба деген таңдауынан кейін өздерінің өлеңді қалайтындарын айтқан. Өте жақсы, рахмет. Тағы осы сұраққа тап толықтырып кететін студенттер бар ма екен? Ал Арайлым. Айтыс ақынның талантын шыңдайтын үлкен өнер жырсы. Өткен ғасырда Жанақ, Сабырбай, Шөже, Сүйенбай сияқты айтыс ақындары болған. Бұл үлкен дәстүрді қазір Әсия, Әселхан, Қонысбай, Баянғали, Альфия, Абаш сияқты айтыс ақындар жалғастырып келе жатыр. Жақсы, өте жақсы. Ал енді студенттер соңғы ұяшық қалды, көрейік. Қазақ айтысының жанрлық сипаты қандай екен? Айта ғой. Айтыстың алғашқы бұлақ көзі тұрмысал жырларындағы жар-жар мен бәйді жырларынан басталған. Кейін қыз бен жігіт айтысына да ұласқан. Келелі ақындар айтысы екі жұрттың ортасында бетпе-бет отырып қолма-қол шабысып байқалатын айтыстар. Алғашқысында бір-бір өлеңмен қайырлатын айтыстар жатса, кеңесе келелі кесек ақындар айтысы енеді. Яғни Ақсұлу мен Келшімбай, Молда Мұса мен Манатқыз, Кемпірбай мен Шөже, Жан мен Сара, тағы басқа. Қазақ айтысы жанрлық сипатына қарай сүре айтыс және сүре айтыс болып екіге бөлінеді. Соңғысы
соғысы тақырбайысына қарай мадақ айтыс және жұмбақ айтыс болып екіге бөлінеді. Өте жақсы. Диана, жалғастыра ғой. Айтыстың негізгі салмағы да түйінінде өмір шындаған. Бетпе-бет келген екі ақын сол орайда жеңудің сан алуан жолдары мен амал тәсілдерін қарастырады. Дегеннен амандасу, ел жағдайын сұрап өзінсін тағарлық мәселелерді іздестіріледі. Қарсыластардан қай-қайсы негізгі уәж аталы ойларын бірден жапсаймай аңсын аңдап, құрылған тора қақпанға түсірілу көздейді. Оның алдын орап, матап, шырмап, қисынды да уәжді сөзбен тоспақ болады. Өте жақсы. Отыра ғой. Әлбетте Ұлбике алғырлар тобынан қосып кете ғой. Машығы мол, айла тәсілі көп. Аталы сөзді орнымен қолдана білген ақын ғана мәрелі жеңіске жеткен. Суырып салма өлеңге ығысылған. Ағыл тегіл жыр иесі аталы сөзді айтыс кезінде сөз таппағаннан жеңілмейді. Желі ойдан, біртұтас шындықтан тосылады. Мұны қанша өкінішті болса да, жұрт алдында ашық айтуға, кейінгі жырлау кезінде жасырмай айтуға мәжбүр болған. Иә, жақсы, рахмет. Ал енді балалар, біз ақсүйек әдісі бойынша сұрақтарға жауап берді. Енді бағаларыңды қойып отырыңдар, бұл сұраққа жауап берген балалар. Келесі сабағымыздың келесі бөлімі біз қазақ халқының тағы бір ұлттық ойындарының бірі сақина салу ойын ойнайық. Қазір мен сендерге сақина салып жіберейін. Сақинаны тез-тез алдыға шыққан студент ұстап қалсаңдар жауап бере алмай қалады. Ал сақинам атып тұр. Ұсталып қалды мен Мадиарға сақина беріп. Ал енді сен маған мынандай сұраққа жауап бер. Осы айтыстың жанрлық ерекшеліктеріне тоқталып кете қойшы. Әуезовтің зерттеу еңбегі бойынша Әуезов 1948 жылы айтыс өлеңдері атты еңбегінде ол совет ақындары айтысы деген атпен берілген болатын. Еңбекте автор қазақ халқының ежелден келе жатқан төл өнері жаңа заман, жаңа кезеңге сай екенін атап көрсетеді. Иә. Мысалы, егер өткен дәуірлердегі ақындардың арқа сүйерлері ру, ата-баба сияқты ескі әдет салттар болса, ал кейінгі ақындардығы өздерінің елі, ұжымшар, аудан, қала, облыс жайын тілге тиек етеді. Сол арқылы сын мен өз арасында өткірлеп өрістете түседі. 1922 жылғы Семейде өткен Иса мен Нұрлыбектің айтысында бірі ауыл, екіншісі қала атынан айтысқанын және Шашубайдың қасқырлармен айтысын 1932 жылғы мысалға келтіріп, айтыс өлеңінің жаңаша мазмұн түр сипатқа ие бола бастағанын айтады. Осы сияқты қасқыр мен қойдың айтысы, қарагер ат пен директордың айтысы, бай мен кедейдің айтысы туралы 1939 жылы Алматыда өткен Нартай мен Нұрлыбектің айтысында және 1943 жылғы республикалық көлемде өткен айтыстың кейбіріне қысқаша тоқталады. Және жазушы кеңес кезеңіндегі айтысында қоғамдық, әлеуметтік, шаруашылық мәселелерді мейлінше кең, терең толғаныспен атап көрсетеді. Өте жақсы, отыра ғой. Ойынымызды ары қарай жалғастырайық. Келе ғой Талғат. Сақинам атып тұр. Ұсталып қалдың, осы сұрақ сағанда жалғастыра ғой. Жанрлық ерекшеліктер. Жанрлық ерекшеліктері айтыс түркі елдерінде көне дәуірден белгілі. Махмуд Қашқаридің диуаны, Лұғат атты еңбегіндегі жаз бен қыстың айтысы, Қожа Ахмет Яссауидің еңбегіндегі Жұмақ пен Дозақтың айтысы. Бұл жанрдың ғасырлар қойнауына жол тартатынын аңғартады. Өте жақсы, жарайсың. Ойынымызды ары қарай алғырлар тобынан бастайық. Жалғастырып жіберейік. Сақинам атып шық. Сен де ұсталып қалдың. Ал сен не дайындалып келдің? Айтсын. Айтыс қазақтың ауызекі әдеби музыкалық өнерінің аса құнды және көрінді салаларының бірі. Ол суырып салма ақындық өнерінің жемісі болып табылады. Айтыста қазақтың әдет-ғұрпы, тұрмыс салты, дүниетанымы, эстетикалық, рухани, философиялық және әлеуметтік көзқарасы қалыптасу тарихында байқалады. Ең алғаш тұрмыс салт жырлары жар мен пәтіктен бастау алып, сан алуан кезеңдерден өтіп, кемелдене жетілген айтыстың алғашқы үлгілері жаттанды өлеңдерден тұрса, кейінірек өз жанынан шығарып айтылатын суырып салмалық сипаты басым болып отырады.
Өте жақсы. Отыра қой. Ойынымызды тағы жалғастырып жіберейік зейінділер тобынан. Алтын Сақинам атып тұр. Бірлена ұсталып қалың, Сақинан бері ғой. Саған сұрақ. Осы ерекшеліктері жалпы айтыстың тоқталып кете ғой. Айтыс. Қазақ даласында негізінен 19 ғасырдың екінші жартысынан бастап айрықша кең өріс алып мол серпілімен дамыды. Бұған сол тұстағы қазақтың көшпелі өмірі мен салт дәстүрі, әдет-ғұрпы басты себеп болды. Бұны тудырған да, дамытқан да ақындар болған. Бұл өнер түрі қазаққа ағайындас, қоғамдық өмірі, шаруашылығы ұқсас келетін қарақалпақ, қырғыз, түркмен халықтарында да кездеседі. Айтыстың бас ерекшелігі оның суыт салмалы түрде орындалуында. Айтыс өнерінің біздің заманымызға дейін жадымызда сақталып, өшпей жетуі біріншіден, ақындардың талантын қадір тұтуы болса, екіншіден, сол ел, ру мәртебесін қорғаған ақындардың өлең жырларын кейінгі өскелең ұрпақтың бойына ұялатып, олардың бойына патриоттық сезімін оятудың құралы деп санаған. Айтыс, әр айтыскердің бойында өзіне ешкімге ұқсамайтын ерекше сезімталдық, тапқырлықты, білімдарлықты талап еткен. Өте жақсы, рахмет, отыра ғой. Сонымен балалар, бұл қазақ халқының ұлттық Сақина салу ойынын аяқтады. Енді осы сұраққа жауап берген студенттер өз бағаларында бағалау парағына белгілеп қойыңдар. Ал енді дәптерлеріңді аша қойыңдар. Қазақ әдебиеті дәптерін ашамыз, тақтаға қараймыз. Балалар, студенттер, мен сендерге мынандай вендиаграмма құрастырып қойдық тақтадан. Бұрынғы айтыс пен қазіргі айтыс жеке-жеке жасамыз да ұқсастықтарын жасамыз, білеміз оны. Жаз жіберіңдер. Уақыт шектеулі. Дайын болсаңдар, айта берсеңдер болады. Дайын студенттер бар ма? Дайын студенттер бар ма? Болады, келе ғой тағы да сен біреуің бұрынғы айтыс, қазіргі айтыс ұқсастықтарды. Келе ғой, Мадияр. Келе ғой. Алдымен айырмашылықтарына тоқталайын. Бұрынғы ғасырларда айтыс түрлері өте көп болатын. Оларды бәдік айтыс, қыз бен жігіт айтысы, өлі мен тірі айтысы және тағы да басқа деп бөліп, жеке тақырыптарды айтатын болған. Ал қазіргі таңда айтыстың біраз түрлері жойылып, тек қана қыз бен жігіт айтысы ғана қалып отыр. Содан соң бұрындары ақындарға айтыс деген тақырыпты өздері таңдап алатын. Ал қазіргі таңда ондай жоқ. Яғни айтыскерлерге арнайы бір тақырып беріледі, және де айтыскерлер сол бойынша айтысып отыра береді. Бұрынғы ғасырларда халық кім жеңетінін қошеметпен шешетін. Ал қазіргі айтыста барлығын әділқазы алқалары шешеді. Былай қарап отырсақ, барлығы уақыт еншісінде, бірақ та өзгермеген дүниелер де жетерлік. Осы тұста ұқсастықтарына тоқталайын. Бұрынғыда екеулік айтыспен қатар төртеулік айтыста сақталып қалды. Және екі айтыста да ұлттық киім міндеттелген. Бұрынғыда айтыскер ақындары өздері қалаған ұйқаспен өлең шығарылады. Менің ойымша қазіргі айтыскердің құқығын шектеудің керегі жоқ. Қорыта айтқанымызда, қазіргі айтыс пен бұрынғы айтысты салыстырғанымызда олардың айырмашылықтары көп, ұқсастықтары аз болып отыр. Алдағы уақытта осы салт дәстүрімізді ұлықтап жүре берейік. Қазақ бәріне де лайықты. Жақсы, өте рахмет. Отырыңдар. Студенттер, дәптерлерге жазып отырсыңдар ғой, жазыңдар ғой. Енді осы вендиаграммасы бойынша алдарында бағалау парағында критерийлер тұр, айтыстың түрін ажырата аламыз. Бұрынғы айтыс пен қазіргі айтыстың түрлерін салыстырамыз. Осы критерий бойынша бағалап отырыңдар. Жарайсыңдар. Жақсы. Енді студенттер, сонымен қатар мен сендерге тапсырма берген болатынмын. Қазақ халқының барлығына белгілі ежелгі Біржан мен Сара өзіміздің айтыскер ақындарымыз жайлы жаттап дайындалып келіңдер деген. Дайындалып келген студенттер бар ма екен? Бар. Өте жақсы, бәрің дайындалып келдіңдер. Соның ішіне Біржанға біз Ермұхаметті алайық, Сараға Гүлдана келе ғой. Басқаларын келесі уақытта айтасыңдар, жарай ма? Амансың ба, Саражан? Сізде ақынмен жүздескеніме қуаныштымын. Сәлеміңізді қабыл алдық Біржан аға. Сізде ақынмен айтысқа түсу мен үшін бір мәртебе. Қыз екен Тастанбектің ақын Сара, бәйгеден күнде келген жалғыз қара. Қызда болса адамның жүйрік екен,
көрмедік сөзді адамды жеке дара. Қыз едің тастан беттің атып сара, ішінен ер қаптағай шықтым дара. 13-те домбыралып сөз сөйлебем, келемін бір сүрінбей жалғыз қара. Қыз екен ақын Сара Тастанбектің, жақыны Найман Толқын Несімбектің, сауқып садырматай жиылсып, ауылына алдыртыпты Тұрысбектің. Қолдай көр ер қаптағай ата бабам, сөзімді тыңда құрбым келсе шамаң. Ақсүйек пайғамбардың тұқымы деп, сөзімді естіргелі келдім саған. Ауылына Тұрысбектің Сара кепті, өлеңді жөндей сабап дүрілдетті. Сол кезде 17-де ақын Сара, жер сөзге адам болмас она непті. Тақсырау күні құрсын ұрғашының, билігі болмайды екен бір басының. Тері терсек бергенсін иттелады, бұландай берекесіз арбашының. Сараның атын білер арғын Найман, жүйрік шыққан аталық Қаптағайдан. Баласы Қожағұлдың сері бір жан, Сараны іздеп шықты әлде қайдан. Әкемнің төрттілігі бәрі десай, алтауыл аруақты ұшаған бай. Бұлаңдай асау кердей жүрсем дағы, тоқтыдай борышқа кеттім о дариғай. Сара, сөз сайысы осымен тәмамдалсын. Өнеріңе, ақыл парасатыңа риза болдым. Қарсылас емес, рухтас, жан тапқандаймын. Рахмет Біржан аға, сізбен айтысқа түсіп менің өнерім шыңдала түсті. Жақсы, рахмет. Әттең тонның келтесі айды шіркінай қолдарына бір домбырамен тартсаңдар, нұр үстіне нұр болар еді. Келесі сабақта домбырамен шығамыз. Отыра қойыңдар. Жақсы. Ары қарай. Енді студенттер, біз бұрынғы айтысты көрдік. Қазір біз жастармыз, болашақпыз. Болашақ сендердің қолдарыңда. Сендер осы айтысқа көзқарастарың қандай? Айтыс аламыз ба? Бар ма бізде сондай бала? Апай, рұқсат болса бүгінгі күннің айтысын тақырыбымызбен ұштастыра отырып өз бағымды сынасам деп едім. Әлбетте келе ғой. Өзімнің қарсыласым ретінде құрбым Аленаны жұпқызы. Өте жақсы, ал Алена, ортаға шыға ғой. Рахмет Гүлдана, ал ендеше қарсыласқа сөз бастап айтысымды бастайын. Қаншама сөз асылы қашанда өлеңдермін, өлеңдесе ерекше елеңдермін. Қара сөздің қаймағын қалқып ішкен, жиналған жұртшылыққа сәлем бердім. Әуел етіп әуенге салармысың, айнұр болсам сұп-сұлу сарамбысың. Айтысқа келіп қалған серігім боп, айналайын құрбыжан аманбысың. Сара десең мақамға салайын ба, әніммен елді баурап алайын ба, қас өнерді отырған тамашалап, бас иіп сәлем бердім ағайынға. Аманбыз құрбыжанай сұлу кейіп, болмасақта Сарада еліктейік. Домбыраның үнімен күмбірлеген, айтыстай саф өнерді дәріптейік. Қаншама ғасырларың өтер мейлі, айтыстың құны дәйім өсер дейді. Өзіңдей өлең сүйген жастар болса, айтыстай асыл өнер еш өлмейді. Жырыммен самғамайын қалай еркін, өлеңім шабыт берер арай дерсің. Алаштың қайсар рухын тудыратын, қазақтың төл өнері жасай берсін. Рахмет Гүлдана, бұл айтыс тек өнер жарысы. Саған тек сәттілік тілеймін. Алина, саған риза болдым, өнерің өрлей берсін. Жақсы, рахмет қыздар. Ал енді студенттер, біз бағаналы бері осы айтыс төңірегінде жақсы тоқталып, өз ойларыңды айтыңдар. Енді назарларыңды тақтаға аударыңдар. Студенттер, қазір мына бейне жазбада Қазақстан журналистер одағының мүшесі, гуманитарлық ғылымдар магистрі, өлке танушы, Қали Тұрдынғазы Ибраимжанов ағайымыздың пікірін тыңдайықшы. Айтыс қазақ халқы тарихындағы ежелден қалыптасқан дәстүрлі өнер. Енді айтыс кезінде ақындар сөз сайысы, ой жарысы, олардың сөз қорының молдығы, шешендігі, зеректігі осы ақындар айтысында жаңа көрініс табады. Тағы бір ерекшелік суырып салмалық айтыс өнеріндегі. Бұл қазақ ауыз әдебиетіндегі ең бір ерекше жанр түрі болып саналады. Және де айтыс екенінде көптеген жаңағы айтыскерлер бүкіл халықтың алдында қоғамда болып жатқан жақсы, жаман жаңағы дүниелерді, тарихты, шежірені, қоғамның жаңағы жағымсыз жақтарын, соның бәрін жаңа елдің алдында паш етеді өздерінің өлеңдеріменен.
бұл жыр сайысы. Енді ақын, айтыскер ақынның басқа өнер иесінен ерекшелігі оның сөзді қорыта білуі. Жаңағы айтар сөздің мәнді мағыналы болуы, жаңа сонымен сол жырды өлең жаңағы сөзді әуенмен көруі және де музыкалық аспапта ойнай білуі. Міне қарап отырсаңыздар, айтыскер ақынның бойындағы бір мезетте үш сондай қасиет бірден іске қосылады екен. Сондықтан енді айтыс өнері қазақ халқы тарихында ежелден келе жатыр. Осы күнде жаңағы кей қолданыста әрбір қазақ мен қазақпын деген азаматтың бәрі айтысты өте қастерлейді, құрметтейді. Енді айтыстың түрлеріне келетін болсақ, қызбен жігіт айтысы, бәлік айтыс, жаржан дейді, содан кейін ақындар айтысы. Бұл жерде енді қызбен жігіт айтысына бәріміз білетін Біржан Сал мен Ақын Сара. Ал енді ақындар айтысының жаңағы қомақты, жаңағы ететін айтатын болсақ, олар Сүйінбай мен Қатағанның айтысы. Ал енді Жетісудағы біздің айтыс өнерінің майталмандарына келетін болсақ, Арал Сүйінбай, Аралұлы, Жамбыл Жабаев, Кенен Әзірбаев аталарымыз айтуға болады. Ал енді оның ішінде осы Жетісудың біздің Жаркент өңіріне келетін болсақ, жаңағы Одаман ақын дейді, бар бізде Жаркент өңірінде. Төрехан Жақыбаев айтыскер ақын болған. Одан кейін Қали Тәжібаев атамыз бар. Одан кейін қазіргі жаңағы айтақын Бұлғақов ағамыз, марқұм Жандарбек Бегімбет, және айтақын ағамыздың ұлы Жандарбек Бұлғақов қазір осы өнердің дамуына бар өмірін, бар ерік жігерін, білімін арнап отыр. Сондықтан бұл жерде айтыс деген ақындар шыққан кезде олар өзінің білгірлігін, зеректігін, ойының ұшқырлығын, сөзге шешендігін сол ел алдында көрсете біледі. Ал енді бұл кезде кімнің жаңағы қасиеттер бойында жақсы дамыған, жақсы бар, қабілеті мықты, сөзге жүйрік, зерек, алғыр, ұшқыр ойлы ақындар сол аламанда, айтыскер аламанда жеңімпаз болып аталып отырған. Сондықтан енді айтыс өнері қазақ халқы бар жерде мәңгі бірге болады, бұдан арты өркендеп дамиды деген ойменен өз ойымды аяқтаймын. Өте рахмет бұл кісіге, мінекей белгілі бір себептермен келе алмай қалып отыр, бірақ бізге бейне жазбасын жіберген екен. Өте жақсы. Ал енді тақтаға назар аударайық, студенттер. Сонымен біз сабағымызда айтыстың барлық түрлерін қамтыдық, айттық, енді қорытындылап жіберейікші, студенттер. Қазір тақтаға назар аударайық. Тақтада мынандай тұр. Қазіргі айтыстың сипаты, қазір жаңа ағайымыз айтып кетті, Қали аға, сол кісінің бүгінгі сабағымыздың барлығын қорытындылай келе, түйінін шығарып кетейік. Ақым айтып қол қой, ал Гүлдана сөйле ғой. Қорытындылай келе, сан ғасырлар бойы жинақталған айтыс өнерінің үлгілерін қазақ халқы атадан балаға мұра етіп, біздің заманымызға дейін жеткізген. Қазақстанның басқа өңірлері сияқты Жетісу облысының Сүйінбай, Жамбыл, Қолманбет, Шаншар сияқты ақындары айтыс өнеріне келгенде алдыларына жан салмай, өресі биік, көркемдігі жоғары айтыс түрлерін біздің заманымызға аманат ретінде қалдыра білген. Қазіргі қазақ айтысының басында атойлап, көшінде келе жатқан Айтақын Бұлғақов пен оның төл шәкірттері Жандарбек Имашев және Айтақын Бұлғақов болып келеді. Жаркенттегі айтыс ақындарының атасы асыл ақын Қалиев және айтыс кезінде ауданның намысын қорғаған Әсет Керімбаев белгілі педагог және жазба ақын болып келеді. Айтыс көбіне құйрықты жұлдыздай жарқ етіп өте шыққан Жандарбек Имашевті бәрі де біледі деп ойлаймын. Облыстың басты ақыны болған Әсет Керімбаев және оның ізін ала жүрген әже ақынымыз Байырқан Әбдікерім қызы да Жаркенттің жыр жалауын қатты көтерген деп есептеймін. Өте жақсы. Көрдіңдер ме, барлығымыз өзіміздің Жетісуымызда Жаркент өңіріндегі айтыскерлер жайлы толық мәлімет алдық. Өте жақсы. Отыра ғой. Ал енді студенттер тақтаға назар аударайық. Рефлексия, соңғы кері байланыс жүргізіп кетейік, сабағымыздың да өзі шегіне кеп қалды ау деймін. Бірінші сұрақ, бұл сабақта біз не оқыдық, не білдік, не түсіндік осы айтыс жөнінде? Ал Гүлдана, ой, Аймен,
Бұл сабақта оқып мен айтыс тек қазақ халқына емес, барлық түркі тілдес елдерімен және араб елдеріне, ал ірі ақындар айтысы Үндістан елдеріне де тән екенін білдім, түсіндім. Және осы Жетісу өңірінен, Жаркент қаласынан шыққан айтыскерлер туралы білдім. Және айтыстың айырмашылығы мен ұқсастықтарын, және бұрынғы айтыс пен қазіргі айтыстың айырмашылықтарын білдім. Өте жақсы. Ал тапқырлар тобынан бір студент айтып жүрейік, кім айтады? Ал сен айта ғой. Мен бүгінгі сабақта көптеген дүниелерді білдім, әсіресе айтыстың шығу тарихын, айтыстың кімдер жырлағанын, айтыстың бұрынғы және қазіргі заманда қандай болғанын, тағы да басқа дүниелерді білдім. Мен алдағы уақытта осы айтысты ұлықтап жүре беремін. Өте жақсы, ұлықтап жүргенсің. Аңғырлар тобынан ал. Бақытгүл. Менің бүгінгі сабақтан оқып білгенім, түрлі ақындар мен біздің Жаркент өңірінен шыққан ақындарды танып білдім. Және айтыста, қазіргі айтыс пен өткен айтыстың айырмашылығын білдім. Өте жақсы. Ал зейінділер тобынан кім қорытындылап жібереді? Кім айтады, Ара? Мен басқаларға үйрете аламын дегенге жауап берсем, Өте жақсы. Мен болашақ мұғалім ретінде басқаларға айтыстың қандай құндылықтары жатқанын, бізге қай әзірден келе жатқанын айтып бере аламын. Және де балаларымызға ұлттық құндылықтарымызды дәріптеп, оларды айтып жүруді үгіт насихат жүргіземін. Өте жақсы. Ал енді студенттер, өзде дәптерлер, бағалау парағына бағаларын қойдыңдар ғой. Ал сенікі қанша болды қазір? Қанша дейсің өзіңді? Қаншаға бағаладың? Менікі сақина салу әдісінде Бәрі қанша болды? 80. 80. Мен саған 5 балл қосып 90 беремін. Анел, сен қанша қойдың өзіңе? 80. Мен саған 10 қосып 90 қоямын. Ажар? 80. Мен саған 5 балл қосып 85. Ермахан? Менікі 80. Мен саған бүгін 95 қоямын. Өте ризамын саған, жарайсың. Ал енді студенттер үйге тапсырмала қойыңдар. Тақтада үй тапсырмасы беріліп тұр. Үйге пікір алмас, пікір талас дайындалып келесіңдер. Қазіргі жастарға айтыстың ықпалы қандай екен? Түсінікті ме? Жақсы, рахмет студенттер. Бүгінгі сабаққа жақсы атсалыстыңдар. Рахмет, сабағымыз аяқталды.